сәлеметсіздер ме? Бүгін ауызда еритін бисквитті торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқалардың сары уызын ақ уызынан бөліп аламыз. Сосын шекердің кішкене бөлігін сары уызға салып қоямыз. Қалған бөлігін ақ уызға аз-аздан қоса отырып, крем секілді қою болғанша миксерлейміз. Мынадай ыдыстан төгілмейтін қалыпта болуы керек. Енді сары уыздарды да ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Содан соң ақ уызға кішкенеден қоса отырып, төменнен жоғары қарай жаймен араластыру қажет. Миксермен араластыруға болмайды. Ұнға қамыр қопсытқышты қосып, жұмыртқалы массамызға електен өткізіп, ұнды аз бөліктен саламыз. Сол кезде бисквитіміз жақсы көтеріледі. Осындай қамыр пайда болуы керек. Пергамент қағазы төселген формаға қамырымызды құйып, шайқау арқылы бетін біркелкі етеміз. Маған торттың көлемді болғаны қажет болды, сондықтан 26 сантиметрлік форманы пайдаландым. Сіздер 22-24 сантиметрлік форма қолдансаңыздар, бисквиттеріңіз биік бола түседі. 170 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Пешті қайта-қайта ашпай пісіруге тырысыңыздар. Піскен бисквитті барынша суыған соң ғана формадан босатып, пергамент қағазын алып тастаймыз. Пищевой пленкаға толықтай орап, бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Енді бисквитімізді жанынан бірдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Сосын кремін дайындаймыз. Салқын кірегейді аздап қоюланғанша миксерлеп, қант ұнтағы мен сүзбелі сыр қосып, қою крем пайда болғанша араластырамыз. Креміміз дайын. Кондитер қапшығына салып, бірінші бисквитке толықтай құйып шығамыз. Бетін тегістеп, қалған бисквиттерімізді де дәл солай жинайтын боламыз. Содан соң жанына крем жағып шығамыз. Егер шпательдеріңіз болмаса, мен сияқты пышақпен тегістеп шықсаңыздар болады. Ары қарай әсемдеу өз қалауларыңызша. Мен әзірге тортты тоңазытқышқа салып қоямын. Менде кішкене крем артылды. Оған аздап көк түсті бояғыш қосып араластырып аламыз. Сосын тортымыздың жиегіне қалың етіп жағып шығамыз. Қасықпен төмен қарай аздап жағамыз. Тортымыздың бетіне пышақпен сырғытып шығамыз. Сонда бізде бұлт секілді бейне пайда болады. Тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қалдырамыз. Тортымыз дайын, дәмі сөз жоқ керемет болып шықты. Жасап көріп, нәтижесін комментарийде қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.